Ресей мемлекеті Украина еліне соғыс ашты. Бұл хабар дүние жүзін дүр сілкіндірді. Ресей мемлекеті десек көз алдымызға орыс халқы елестейді. Жоқ, Украина еліне соғыс ашқан орыс халқының арасында өз қазақ қандастарымыз да бар. Өрімдей жас жігіттеріміздің маңдайына Ресей елінде тұру жазбағанда аман қалар еді. Қазақ елінде тұрған балаларымыз, жігіттеріміз құсап әскер қатарына барып, үйленіп, бала сүйіп, қорқынышты сұм соғысты бастан кешірмей, артында қалған ата-анасы мен бауырларын зар жылатпас еді. Екі ұлттың арасында қазақ бауырларымыздың болғаны жүректі ауыртатыны айдан анық. Екі ұлттың кешкен тағдыры қазақ еліне, қазақ жігіттеріне төнбесін. Еліміз тыныш болсын. Бейбіт өмір заманда сұм соғысты басынан кешкен Украина халқына жеңіс тілеймін. Сұм соғыста қаза тапқан өрімдей қандастарымыз Айнұр Нұрмақов, Астрахан облысы, Ринат Қарбаев, Астрахан облысы, Темірлан Жасағұлов, Астрахан облысы, Рысбек Нұрпейісов, Астрахан облысы, Азамат Алинов, Омск облысы, Сағындық Құдайбергенов, Омск облысы, Нариман Молдашев, Саратовский облыс, Асқар Қоңарбаев, Астрахан облысы, Али Батыров, Астрахан облысы, Арман Нарымбаев, Астрахан облысы. Украинада қаза тапқан қазақ қандастарымыздың туған туыстарына көңіл айтамын.